Balaland. Tekші әлемде Әли жасыл төбеге шықты. Ол айналасына қарап, өзенді, орманды және алыстағы ауылды көрді. Сол сәтте оның ойына керемет идея келді. Әли дәл осы жерде өзінің арман үйін салдысы келді. Әли төбеден түсіп үй салатын орынды таңдады. Жері кең, жанында орман, алыста өзен бар еді. Алдымен Әли орманға барды. Ол үйдің қабырғасына керек ағаш блоктарын жинай бастады. Әли ағаштарды бір-бірлеп жинады. Әр блокты ұқыптап көтеріп, бәрін бір жерге ретімен қойды. Одан кейін Әли тас іздеуге кетті. Өйткені мықты үйге тек ағаш емес, тас блоктары да керек еді. Тастар ауырлау болды, бірақ Әли берілмеді. Ол бірнеше рет барып тастарды құрылыс орнына келді. Материалдар дайын болған соң, Әли жерді тегістей бастады. Ол артық блоктарды алып, үйге таза орын дайындады. Әли алғашқы блокты орнына қойды. Осы кішкентай блоктан оның үлкен арман үйі басталып жатқан еді. Сосын Әли ағаш қабырғаларды тұрғыза бастады. Блоктар бірінен соң бірі қойылып, үйдің пішіні көрінді. Бірақ көп ұзамай Әли шаршады. Бір блокты қойса, тағы біреуін әкелу керек болды. Ол үйге қарап тұрды. Арман үй салу қызық еді, бірақ жалғыз өзіне қиын екен. Сол кезде оның досы Аяла келді. Ол Әлидің үй салып жатқанын көріп, жылы күлімсіреді. Аяла бірден көмектескісі келді. Ол түрлі түсті блоктар, гүлдер және әдемі заттар әкелді. Аяла үйдің ішін қалай әдемілейтінін көрсетті. Әли оның идеяларына қарап, қайтадан қуанып кетті. Көп ұзамай Дамир де келді. Ол достарының жұмысын көріп, өзі де көмектесуге дайын тұрды. Дамир терезеге арналған жылтыр әйнек блоктарын алып келді. Енді үй жарық әрі әдемі болатын болды. Енді балалар үшеуі бірге жұмыс істеді. Әли қабырға салды, Аяла әдеміледі, Дамир терезе орнатты. Үй бірте-бірте үлкейіп, нағыз арман үйге ұқсай бастады. Балалар еңбектеріне қуанып қарады. Енді ең маңызды жұмыс қалды. Балалар шатыр жасауға кірісіп, блоктарды жоғарыға бере бастады. Бірақ дәл сол кезде аспанда сұр бұлттар жиналды. Жел күшейіп, ауа райы өзгере бастады. Жаңбыр жауайын деп тұр еді, ал үйдің шатыры әлі толық дайын емес болатын. Балалар аздап уайымдады. Сол кезде олар ағаш блоктарының жетпей қалғанын байқады. Бірақ тоқтап қалудың орнына тез ойлана бастады. Дамир тағы ағаш әкелуге кетті. Аяла шамдар мен ішкі заттарды дайындады. Әли шатырды жалғастырды. Үшеуі бірге шапшаң жұмыс істеді. Бірі блок тасыды, бірі қолына берді, бірі шатырға қойды. Алғашқы жаңбыр тамшылары түсе бастағанда, балалар соңғы блокты орнына қойды. Шатыр дәл уақытында бітті. Үй дайын болды. Балалар артқа шегініп, өздері бірге салған әдемі үйге қуана қарады. Олар үйдің ішіне кірді. Сыртта жаңбыр жауып тұрды, ал іште жарық, тыныш әрі жайлы еді. Әли достарына қарап күлімсіреді. Ол бұл үй жалғыз салынса, мұндай жылы болмас еді деп түсінді. Сол күні Әли білді. Нағыз арман үй блоктардан ғана емес, бостықтан, көмектен және мейірімнен құралады. Балаланд, бізбен бірге ойна, күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан. Сау бол!